Ассалаумағалейкум ардақты ағайындар. Өткен жылы күрестің грек-рим түрі бойынша ел намысын лайықты қорғап жұлдыздай жарқ еткен Айтжан Қалмаханов көптің емес жергілікті халықтың да көкейіне мақтаныш сезімін ұялатқан еді. Айтса айтарлықтай 24 жылдан кейінгі кідірістен кейін Өзбекстан спортын әлемге паш еткен жас балуан болашақ чемпиондарға зор үміт ұшқынын сыйлай білді. Бүгін бағдарламамызда 19 жасында әлемдік аренадағы спортта өзіндік орынға ие болған Айтжан жайлы, оның өскен ортасы, жеткен жетістіктері мен болашақ жоспарлары жайлы сыр шертеміз. Айтжан, жалпы өткен жылы жарқ еткен жұлдыз болдың спорт әлемінде. Жалпы спорт саласына, спортқа келуіңе не себеп болған бастапқы уақытта? Спортқа келуімге өз жастықтан қызығы болған, интерес болған спортқа. Содан кейін тағам бар, ең кішкентай тағам, ерген тағам. Сол кезде спорт школа ашылған, таныс қойған тренерменен, тренер кейін айтқан, мен үшті жеңім бар, спортқа беруім керек деген. Ол айтқан алғаш тренерім. Давай онда алып келсе, көрейік үшеуін. Кейін сол кез мен 4-ші класс болғам. Мектепті бітіруімді күткен. Жазғы каникул берумен мен барғам. Әзірге дейін есімде 22 июнь күні барғам. Барғанда баста өзімге жаққан, çünkü топаланшы болғанымыз, ұрысқақ болғанымыз. Барып, тренировка қылам, жағып, ұнап кеткен. Кейін сол кез бір ай барған кезінде енді залға кіргенде фото тұрар еді. Сол Елмұрат Асмұратов олимпиададан қола жүлдегері, 5 дүркін олимпиада, Азия чемпионы. Сол ағамыз фотосын көрген. Сол кезде балдардан сұрағам. Бүкім, ол осындай чемпион, азыр Құдай қаласа бір айдан кейін олимпиада түседі. Олимпиада қандай чемпион? Білмеймін енді. Жас кез болым, 4-ші класс бала нені түсінеді, олимпиада болған. Деген түсіндіріп берген кейін. Қарасам бір айдан кейін телевизор спортқа қызық болған ғой спортқа. Спортқа көріп отырсам, Елмұрат Асмұратов шығып жатыр. Азыр көкеміз, жастықта көмеріміз болған, әзіргеден көмеріміз. Соны көргем, ол олимпиадада 3-ші орынға күрескенін көргем. 3-ші орынға Қырғызстандық палуан Арсен Ералиевпен күрескен. Сол кез күрескен көріп, ұтқанын көріп, енді бізде де тағы спортқа қызығу болған сол кезден. Айтжан грек-рим күресінің шебері, әлемдік додаларда ел намысын қорғап, биік белестерді бағындырған спортшы. Әр жеңісіне тынымсыз еңбек пен қайсарлық негіз болған кейіпкеріміздің тұлғасын қарапайымдылық қасиеті де әрлеп тұр. Біздің алдымызда орталық Азия чемпионы, сондай-ақ грек-рим күресі бойынша Ташкент облыстық бойынша жауапты, ең негізгісі біздің кейіпкеріміздің жауапты бапкері Бақытжан Аманович. Бақытжан аға, айтыңызшы, Айтжанның орталыққа келген күндерін есіңізге түсіре аласыз ба? Орта Чырчық тұманында тренировка қылған, бір ел барған мектепке. Bizlar o'quv mashg'ulot yig'iniga chiqamiz. Buni tog'asi olib kelgandi. Baqtaga bir ko'rib beramiz. Toshkent viloyatida bosh murabbiyman. O'sha olib kelgan vaqtlarim o'quv mashg'ulot yig'inida turnik, mana hozir shu momentga kelib qoldingizda, turnikda yonidamiz. Hozir ham qo'ysak, hozir ham yutsa kerak-da. O'sha o'zidan 3 yosh katta bola bilan qo'yganmiz-da. Turnikka chiqqan, u bola 38 ta qilyapti, katta bola. Bu 35 ta qilyapti-da, yutaman deyapti-da, tushmayapti-da turnikda, shunchalik nima bo'lgan. Keyin o'shandan qarasam, o'sha yutqizishni yomon ko'radi, yutqizishni xohlamaydi. Oxirigacha degan narsa o'zida bo'lgandan keyin bu yerda murabbiy qiynalmaydi-da. O'sha xarakterlariga, jihatiga qarab keyin buni o'qishga olganmiz-da. Yaxshi rezultati, psixologik jihatiga keladigan bo'lsak, psixologiyasi ham yaxshi, o'zini emotsiyasini vaqtida ushlab, vaqtida ko'tara biladigan bir fazilatlari bor-da. Kelding бұл жерге. Бұл жердегі жағдайларды көріп, қалай бір спортқа деген көзқарасың, қызығушылығың артқан болса керек енді әрине. Бірінші келгем 7-ші класста бәрі Азия чемпионаты, әлем чемпионатына дайындалып жатқан балалар болған. Оларды көргем, басқа дәулетке кетеді. Басқа әлем. Басқа әлем. Алдындар кішкентай ойлайтын болса, оларды ішке түсіп,
katta o'ylayotgan bo'lganmiz. Ularni ko'rar edim. Chamadonlar men, kiyimlar men, O'zbekiston forma, so'kiz men qiziqadigan narsam shetgacha O'zbekiston forma kiyib bo'lgan. So'dan keyin bizda ularni ko'rib tag'i ne deydi, motivatsiya, davay menda trener bo'lishim kerak. Ular ham bizga xushsan bola. Ularda aytadi, bizda sana xushsan bolamiz. Prosta endi qilamiz, o'z darajaga yetganmiz. Sen ham qilатын bo'lsang, bundan yaxshilarga yetasan degan. Айтжанға жалпы сипаттама ұнамды айтылады. Ол қазір бірнеше дүркін әлем чемпионы. Мамандардың болжамы бойынша бұйырса Олимпиада ойындарының чемпиондығына да зор үміткер. Біз аталмыш орталыққа барған уақытымыз оқушылардың жаттығу барысымен тұспа-тұс келді. Кейіпкеріміз әдеттегідей үлкенді кіші спортшылармен қатар алаң ауласында жүгіріп жүр екен. Біз кейіпкеріміз Айтжан Қалмаханов шынығы білім алып жатқан Шыршық Олимпия және Паралимпия спорт шеберлерін дайындау орталығындамыз. Менің алдында спорт шебері Шахрух Абдуллаев. Шахрух, біздің көрермендерімізге жалпы осы орталық жайлы кеңінен мәлімет беріп өтсеңіз. Markazimizda ko'plab jahon chempionlari, olimpiada chempionlari, Osiyo chempionlari yetishib chiqqan. Sportning 10 dan oshiq turi bor bu yoqda. Boks, yunon-rum kurash, erkin kurash, taekvondo, og'ir atletika, yana boshqa sportlar ham bor. 5-sinfdan qabul qilinadi. Imtihonda o'sha normativlarni yaxshi topshirgan bolalarni ichidan saralab olinadi. Hamma sport turi uchun shart-sharoitlarimiz yetarli darajada. Mana davlatimiz bizlarga shuncha shart-sharoitlar yaratib bergan. Bu shart-sharoitlardan unumli foydalanishimiz kerak. Masalan, jahon chempionlari, Osiyo, Olimpiada chempionlari mana shu yerdan chiqarishimiz kerak. Mehnat to'xtamasligimiz kerak. Bolalar ham mehnatda, ustozlar ham ko'proq bolada bo'lsa, ustozlar o'shanga qarab ishlaydi, mehnat qilib, qiziqish, xohish ko'proq bo'lish kerak. Trenerda ham, bolada ham. O'shanda hammasi yaxshi bo'ladi. Olimpiada chempioni, jahon chempionlari yetishib chiqadi. ...2021 yilda o'smirlar o'rtasida bu jahon chempioni bo'lgan. Buni birinchi boshlanishi o'sha o'smirlarda bu saralash musobaqasi bo'ladi-da, Osiyo chempionatiga, jahon chempionatiga. O'sha vaqtda bu o'smirlarda yutqizib qo'ydi. Ikkalamiz o'tirdikda aytdim, bilaman buni xarakter ertaga qo'ysang, tayyorlasang, bu o'zini aytganini qilib beradi, ko'rsatadi. Jahon chempionatiga borasanmi dedim, boraman dedi. Tayyorlanasanmi? Chidaysanmi? Chidayman. Xudoning buranisi bor ekan, yo'lim shunday ochildi. Bu o'zi tushungan yo'q, nima qilib degan. Jahon chempioni bo'lganda o'zi tushungan. Kelgandan keyin o'tirib, vaqtlar haligi hurmat bu jahon chempioni deydi-ku. Keyin tushundida. O'sha birinchi boshlanish o'shandan bo'lgan. Keyin 2022-yil yana ham xuddi shunday O'zbekistonda yutgan chempionatini, jahon chempionatiga litsenziya olganda, endi ozgina bilasizki, yulduzlik kasalligiga uchraganda jahon chempioni bo'lib, sal trenovkani orqaga tashlagandan keyin, mashg'ulotlarni uncha 100% bajarmagandan keyin yutqizib qo'ydi. 3-o'rin bo'ldi. 23-yil yoshlar o'rtasida borganimizda ana shu yutqizgani bunga dars bo'ldi-da. O'shandan keyin bu o'sha qattiq kirishdi bu narsaga, gilamga chiqqanda sportchilar. Unga chekkadan sizga ko'rinadi uni xatosi. Bu sizni ishtadi faqat. Birinchi murabbiyning ishtagi. Qolgan masalan zalda bir 2 mingta, 3 mingta odam bo'lsa ham quloqqa kirmaydi. O'sha 2 mingta, 3 mingta odam ichidan sizni tanlab oladi do'shingizda. Mana shu kerakli joylarini aytib tursangiz, o'sha bola o'shanga qarab naproyat qilib kurashib ketaveradi. Xatosi bo'lib qoladi, bir xil payt to'xtab qoladi. O'sha momentda ayta bilishingiz kerak. Hamma joyini to'g'rilab o'sha yutgandan keyin bizlar finalda Qalmaqanov qoldi. O'tirdik, ikkovimiz gaplashib, aytdim, yutishimiz kerak endi ilojimiz yo'q. Nima qilasan dedim. Buni bitta xarakteri bor, bunday qaraydi. Yutasanmi, yo'qmi? Aytadi to'g'risini. Birinchi ikkilanib turdim, aytdim, yutmasak bo'lmaydi desam, yutaman. Bo'ldi, undan keyin men oldiga yaqinlashmayman.
kimlardir kirib boshqacha psixologический berishimiz kerak, nastroy berishimiz kerak. Yo'q, unaqa narsa yo'q. Chunki bilaman-ku. Yutaman deydi, rol ketadi. Уже уверен o'tiraman-da. Mana shunaqa xarakterlari zo'r. Үлкен спорт, үлкен сынақ. Бұл жолда тек физикалық күш қана емес, рухани беріктік те қажет. Жарақаттар, ауыр дайындықтар, жеңілістер. Бәрі де оның жолында кездесті. Бірақ әрбір қиындық оны әлсіреткен жоқ. Керісінше шыңдай түсті. Подбив тебе розгнал. Qo'l bilan. 15 Vaqtaga- endi birdan tugatib olasan. Халықта сөз бар ғой, ана ұстаз әкеңдей ұлық деп босқа айтылмайды да, мына сіздің қазір қарамағыңызда 50-ден астам спортшылар бар. Жалпы әрбір баланың характеріне жіті мән берсеңіз керек. Bizda 9dan dars boshlanadi, 11da trenirovka. Obedgacha. Obed qilingandan keyin, obeddan keyin o'sha soat 5larga yana trenirovka. Uni uyga borib kelishga vaqtingiz ham bo'lmaydi. Shu yerda oiladan ko'ra bular bilan birga endi bir xil payti o'g'ling bilan gaplashsang, o'g'lingning xarakterini tushunmaysan, lekin shogirdlarning hammasini xarakterini bilasan-da, qaysi tarafdan. Yaxshi bolalar hammasi ham tarbiyasiga qaraymiz. Ustoz otangdek ulug' deb bekarga aytilmaganda bu narsalarda. Mana bu yerda hozir shug'ullanayotganlar Xolmirzayev Abdulaziz, jahon chempioni. Nazarov Aleksandr, Osiyo chempioni. Mana Qo'chqorov Hoji Akbar, bu ham jahon chempionatida 3-o'rinda olgan. Hammasi Sizni mehnatingiz. shunday ekan. Былтырғы әлем чемпионатындағы жеткен жетістігінен кейінгі трюк бар ғой, ана артқа қарай немен айналып, салты айналып. Ол алдынан сенде ой болды ма, жоқ сол жерде бір қуаныштың әсерінен жалғасып кетті ма? Ниет қыламын да, алдын көргем салт атады. Әр жарысында, асалын, байрақ көтеретін жарысында, Азия чемпионаты, әлем чемпионаты, бәрі ниет қыламын, Құдай қаласа ұтам, атам деп. Не дейді? 2025 жыл ересектер арасында Азия чемпионаты атандым. Сол кезде салт атқам. Одан кейін 20 жасқа дейін әлем чемпионатында чемпион болдым. Сол кезде де байрақпен салт атқам. Не дейді? Маған не дейді? Ол жақсы көремін, сондай қылды. Еще взрослыйда да үлкендер арасында аттым. Жалпы жоспарларың қалай? Қазір кезде біз 67 килограмм қарап, ноябрь айдан бері дайындалып келіп жатырмыз. Қазіргі күнде Құдайға шүкір 3-те жарыс түстім. 3-таста біріде чемпион болдым. Біріде поезд алдым, профессионалда. Біріде 3-ші орын алдым. Қазір Құдай қаласа алдыда қойған селіміз үлкен. Профессионал спортшының селі бар-бір олимпиада. Соған олимпиада қолымызда не кесе соны қуатырмыз. Тренировканы да күнді деместен, түн деместен, үйге де бармастан. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of Uzbekistan. Жетістікке жеткен кезің, жалауды ұстадың, қолыңа көтердің. Жаңағы сені біздің Өзбекстанның әнұранын шырқалды. Қандай бір көңіліңде бір не, қандай ойлар өтеді? Жастықтан ниет қылам, финалға шығам, Құдай қаласа ұтып көтерем байрақты. Не дейді, мен қазақ болсам да енді Өзбекстаннан туылғам. Сол Өзбекстан көтеру мен үшін фақыр. Гимнде астана не дейді, тұрған кезде көз астымға не дейді, қанша қиыншылықтар, еңбектер бәрі өтіп кетеді да. Естен шығып кетеді сол кез. Қиыншылықтан мына жерде қолымыз жара болған, травма болған, жарылған, бәрі сол кез естен шығып кетеді. Ондай чувство дейді, не дейді? Миллион, сезімді миллион ақшаға сатып ала алмайды адам. О, не дейді? Адамды ішіден келеді. Сөзбен жеткізіп беру қиын. Сөзбен жеткізіп беру қиын ондай нәрсе. Қазақта үйдің жақсысы ағашынан, жігіттің жақсысы нағашынан деген мақал бар. Әрине, ол перзенттің кемел тұлға болуына ананың тәрбиесі мен оның табиғатынан өтетін қасиетінің орны ерекше.
Biz akemiz polvon bo'lgan. Жалғыз болғанмын. Жаңа тойларда тас көтеріп, үстіне түйе көтеріп, үстіне машина өткізген. Жиенімізге сол нағаштарына өткенде жаңа. Соман мына Құда қаласа сол бала спортшы болып кетті, жаңа чемпион болып кетті. Өте қуаныштымын. Жас ұрпақтар чемпион болып жатыр. Кім әрекет жасаса, минетса сол компания. Мынау еңбектің наны тәтті дейді ғой. Президенттің сыйлығының машинасында кім ойлапты сізбен отырып сұхбат алып? Жиенім мына Құдайға шүкір чемпион болып келді. Тарихты жаңалады, 24 жылдық тарихты жаңалап, Құда қаласа жүзімізді жарық қылып, айдың басында U20 бойынша чемпион болды, айдың ақырында катталар ортасында болды. Катталар 35-ке шейін түседі күресте. 19 жасар бала өзін көрсетті. Жалпы Айтжанды спортқа қызығуына нағашылардың ықпалы үлкен болды ғой. Соның қатарында сізде бір қолынан жетелеп барған жерлеріңіз бар екен. Бала кезінде мен күзетіп жүремін. Бұл өте минеткеш, жаңа қылам деген нәрсесін қылады, әрекет жасап, жаңа не қылды. Бір күн неден қылып кетті, соревнованиядан, жаңа балдардан қылып кетті. Сөйтіп Ташкентке тауып барды ғой. Ташкентке тауып барды өзі. Сонша әрекет қылып, сол бала, сонда 10 жасар бала еді, 11 жасар бала еді. Сол барып тауып жарысқа қосылды ғой, Мұсабаға барды. Өзінде бар да енді, өзінде бар, әрекет қылып, сенімділігі бар өзінде. 25-ші жылы жаңа мемлекеттік сыйлықпен, президенттің сыйлығымен марапатталып жатқан кезде Айтжанның жыл лебізінен шыққан сөз, мына алғашқы жеңісімнің бірі нағашыма арнаймын деді. Қандай сезімде болдыңыздар? Жылап жүрейін дедік қой. Менің катта ағамға берді. Сол ағам полный соны жетектеп, абарып, анайып жүрген ағам. Таға деді, бар мен айдамаймын деді, мынаны сізге берем деді, сөйтіп осыны әкеп берді. Өкіметімізге рахмет. Соншалық қолда қуаттап, қайсы дәулетке барса жіберіп жатыр, басқа қуатыр, машинелер беріп жатыр, үйлер беріп жатыр. Соншалық рахмет осы президентімізге. Айтжанның жарысын қалдырмай көреді екенсіз ғой телевизорда. Айтпа, телевизорда ham көп көрем, ақырына жеуір. Құдай деп Құдайға сеніп отырам. Мыңнан бір ырза болып, мыңнан бір қуанып отырам. Бір мен емес, бала шағаларымызым алдымызда отырып алып, тілеп отырады. Ақ деп қарап отырамыз. Қуанып, жүрегіміз жарылып отырады, балдарымыздан қуанады, келіндерімізден қуанады, жер-көкке тигізбейді әйтеуір. Шүкір қылып отырам соларға ем. Әчемнен сұраймын, балам, гілемге шыққанда сен қорқпайсың ба, көпшіліктің сусыз баспайды ма деп не қылсам, әчем айтады ғой, таға, мен Құда қаласа гілемге шықтым, болды, мен шер боламын. Ешқандай артқа қайту жоқ. Тек шер боламын, басамын дейді. Айбатты арыстандай дейді. Арыстан шер болып, жаңағыдай басамын дейді. Сояқ маған ұнайды оның несі. Өзінің үстінде қатты істейді. Соның арқасында бар жас балдар, ауылымыздың балдар күмер қылып, жаңа бір 30 бала, 20-30 бала жаңа спортқа қатынасады. Біреу боксқа, біреу тайвкандаға, біреу жаңа грек-римский барбаға. Соның несінен президент жаратып бергенде біз машиналар екенбіз деп жаңа бір не болды? Мотивация дейді ма, сенсация андай дейді ма? Жігерленді. Солар көтеріп жіберді енді. Бар спортсменге тиісті бұл. Бар жас ұрпақтар уже резкий, мен чемпион болсам берер екен бұны, машинаны беріп отыр екен. Минетімді бұл қадірлер екен деп, жас балдар шығып отырады. Құда қаласа көбейе берсін, жас ұрпақтарымыз чемпион болсын, Өзбекстан байрағымызды ел жүзіне танытсын. Қуанышымыз енді. Анау емес, әлем чемпионының анасы болу қалай екен? Сезім жақсы, қуаныштамын. Балам әлем чемпион болған үшін тарихты жаңалап 24 жыл дегенде Өзбекстанға алтын медаль алып келді. Айтжанның бала кезінде есіңізге түсіріңізші? Мектепте қалай оқыды? Айтжан мектепте раса жақсы оқыды. Фақат 5 алар еді, күнделіктері. Әр күн 5 әкеледі, 3-4-те. 6 классқа шейін мектепте оқыды. 6 класстан кейін шыршық оқуға кірді спорт школаға. Сояқта оқып, сол қызықты өзі, расаям қызықы. Мен алтын алуым керек, бірінші орын алуым Құда қаласа, институтқа кіремін.
Olimpiada chempioni bo'laman deb kichkina paytidan Olim chempioni bo'laman deb niyat qilar edi. Xudo xolasa niyatiga jetdi. Kattalar o'rtasida Osiyo chempioni bo'ldi, Olim chempioni bo'ldi. 25-yili bizga omadli yil keldi. Davlatlar o'rtasida, kattalar o'rtasida Osiyo chempioni bo'ldi. O'zini jasına cheyin 20 jasga cheyin Olim chempioni. Kattalar o'rtasida yana Olim chempioni bo'ldi. Yilning eng yaxshi sportchisini aldi balam. O'sa quvondik o'zimiz hammamiz. Biz o'g'limiz, tug'an tuqqanlarimiz quvondi. Prezidentimizga rahmat. Qo'shimcha shart-sharoit yaratib bergan. Uy berdi bizga, mashina berdi balamning o'smay ozgina qilgan mehnatini. Quvonchdan quvonib o'tiribmiz barlig'imiz. Olimpiada chempioni bo'lib, O'zbekistonimiz bayrog'ini ko'tarsin ko'kterga. Trenerlarga rahmat balamdi. O'zidan o'zi chempion bo'lib qolgan yo'q. O'z ustozlarini kun-tun mehnati, balamning mehnati. Rahmat, alqisini aytib qolaman. Anama, ağalarına, hammasini alqisini aytaman. O'zidan o'zi aytcha qolmagan tutgan yo'q. Arkasında qattiq mehnat ustozlarining ko'pchilikning mehnati bu. Мүмкіндікті пайдаланып, Өзбекстанда жасайтын отандастарыңа айтатын тілегің болса, одан басқа сені осы дәрежеге жеткізген, әрине, анашың өскен ортаң, мектебің. Birinchi bo'lib anashimga rahmat aytaman. Odan keyin anashimning onasiga, Gulxan katta opamga ulkan rahmat aytaman. Chunki ne desa, meni o'zlarining balasidan yaxshi ko'radi. Chunki momamdan da ko'p meni yaxshi ko'radi. Men de momamdan da ko'p yaxshi ko'raman. Katta opamni. Keyin naqashlarim bariga rahmat aytaman. Men o'sha kezga дейін, o'sha darajaga yetumga so'lar sabab. Чемпионның жетістігі ол жеке жеңіс емес, табандылық пен тынымсыз еңбектің жемісі де. Әрбір медал мен марапаттың артында төгілген тер, анасының бауырларының дұға тілегі де жатыр. Сөз соңында Айтжан сияқты ел намысын қорғап, туымызды биіктерден желбірететін бауырларымыз көбейе берсін дей отыра, бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз.